Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жансая. Мен осы видеода өзімнің кухнямды сіздерге көрсеткім келіп тұр. Яғни бұл кухня до. Біздің кухня гарнитурымыз қазір жасалып жатыр. Сол кухня гарнитурымыз келгенше сіздерге қалай осы кухняны ремонт жасағанымызды бәрін алдағы видеода көрсеткім келеді. Осы жаңа үйге көшіп келгелі 2 жылдай уақыт болды. Осы 2 жылда менің кухням осы. Мына столдың үстінде тарелки, біздің посудаларымыз бәрі осы жерде тұратын. Кухнямыз дайын болғанша мен алдын ала техникаларды алып қойған болатынмын. Ол техникалар мына жерде күтіп тұр өзінің уақытын. Мен Каспи арқылы заказ бердім. Каспидің бір жақсысы, егер Каспи голдпен төлесең, саған бонус түседі. Біз осы штатты алу арқылы мына вытяжканы бонус арқылы алдық. Бірақ бұл бонус бір айда 30 мыңнан аспау керек. Сол үшін мен товарларды бөліп алдым. Яғни 2 айда 30 мыңнан түсіп, осы вытяжканы бесплатно алдық. Ал таңертең маған тағы да доставка келді Каспиден. Бұл жолы смеситель. Мен золотистый элементтері бар смесительге заказ берген болатынмын. Біздің қаладан бұндай смеситель тапқан жоқпын. Сол үшін Каспиден заказ бердім. Осындай маған өте қатты ұнады. Сондай ауыр, сосын качественный болды. Асты деген железный прям. Маған өте ұнады. Сол смесительмен бірге мен мойкаға заказ берген болатынмын. Ол мойка сол күні кешкісін келді. Міне қара түсінен заказ бердім. Екі чашкасы, яғни 2 мойка бірге қосылған. Двухчашная мойка дейді. Бұл искусственный камень. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай смесительге де тесігі бар екен, дайын. Өте жаңа ыңғайлы солысымен. Маған қатты ұнады. Өте ауыр, сондай качественный. 76-50 размері. Өте күшті. Келесі күні біз кухняның артық заттарды шығарып дайындадық абайлауға. Сол күні кешкісін папа екеуміз балдар ұйықтап жатқанда абайлап бастадық. Осылай бір стенкісін абайладық. Енді ертең кешке қалғанын абайлап бітіруіміз керек. Себебі уже 1-2 күннен кейін кухня гарнитурымыз келеді. Маған қолдау көрсетіп, каналыма қосылып, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеоны тезірек шығаруға тырысамын. Бәріңізге көп рахмет.